Баршаңызға сәлем, сіздер мен Дина Мукатай. Бүгінгі тақырыпта қант диабеті жайында ақпарат беретін боламын. Яғни қант диабетінің алғашқы белгілері қандай? Осы сұраққа толық, нақты жауап аласыздар. Жалпы қант диабеті эндокриндік аурулардың ішінде өте жиі кездесетін, зат алмасудың бұзылуымен болатын және қандағы қанттың мөлшерінің жоғарылауымен жүретін созылмалы ауру. Жалпы глюкоза, яғни қант, бұл энергия көзі. Кез келген тін глюкозамен қоректенеді және энергия алады. Дені сау адамдарда глюкоза ұйқы безінен бөлінетін инсулин деген гормонмен реттеліп отырады. Жалпы инсулин ағзадағы қанттың деңгейін реттейтін гормон. Ал сол гормонды ұйқы безі жеткілікті деңгейде бөлмесе, немесе бөлінген инсулинді организм дұрыс пайдалана алмаса, қант диабеті дамиды. Қант диабетінің алғашқы белгілерін талдайтын болсақ, бірінші кезекте жиі зәр шығару мазалайтын болады. Яғни бүйрек өзінің жұмысын күшейтіп, қандағы артық қантты зәрмен бірге шығаруға тырысады. Нәтижесінде кіші дәретке бару жиілейді. Кейін ағзаның сусыздануының нәтижесінде шөлдеу жиі мазалайтын болады. Яғни адам қанша су ішсе де суға шөлі қанбайды. Келесі кезекте қандағы қанттың жоғары болуы сілекейдің бөлінуін азайтады. Бұл жағдай ауыздың құрғауына әкеледі, ал ағзадағы сусыздану терінің құрғауына себеп болады. Келесі бір белгісі салмақ жоғалту. Егерде ағза инсулинді дұрыс өндірмеген жағдайда, сіздің жасушаларыңыз энергияның көзі глюкозаны пайдалана алмайды. Нәтижесінде ағза энергия ретінде май мен бұлшықет массасын қолдана бастайды. Бұл жағдай дене салмағының күрт төмендеуіне әкеледі. Келесі бір клиникалық белгісі қарынның аша беруі. Адам қанша тамақ ішсе де, қарынның аша беруі мазалайтын болады. Келесі бір клиникалық белгісі үнемі шаршау және әлсіздік. Қанда глюкозаның деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым адам шаршағыш келеді. Келесі бір белгісі бұлыңғыр көру. Яғни қандағы қант мөлшерінің жоғары болуы көздегі сұйықтық деңгейін өзгертіп, бұлыңғыр етіп көруді және нысандарға назар аударуды қиындатады. Қант диабетінің келесі клиникалық белгісі жараның ұзақ уақыт жазылмауы. Яғни қандағы глюкозаның жоғарылауы ағзадағы қан айналымға кері әсер етеді. Соның салдарынан терідегі жарақаттанған тіндерге тиісті мөлшерде глюкоза жетпей, оның жазылуы әдеттегіден ұзаққа созылады. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.